Қайырлы күн балалар, бүгін 1-8 тақырып масштаб тақырыбын оқитын боламыз. Ол бізде оқулықтың 54-ші бетінде тұр. Ең бірінші масштаб деген не? Ол қай кезде кездеседі? Ол мысалы бізде география сабағында кездеседі. Географиялық жердің қашықтығы, картадағы қашықтық деген жерлерде өте көп, сол жерде қолданылады негізі. Ол масштаб деген не? Ол яғни картадағы кесіндінің ұзындығының жер бетіндегі қашықтыққа қатынасын айтамыз. Яғни карта бетіндегі кесінді ұзындығы жер бетіндегі қашықтыққа қатынасын біз масштаб деп атайды екенбіз. Масштаб деп атаймыз. Мен енді қатынас дегендіктен жай бөлшекпен жазып түсіндіруді жөн көрдім. Сонымен мысалға бірден есепке көшетін болсақ, мына жерде айтады: картадағы екі қала арасын қосатын кесіндінің ұзындығы 3,5 сантиметр дейді. Яғни бұл картадағы қашықтық сантиметр. Бірінші есептеп алайын. Осы қаланың жер бетіндегі ұзындығын табу керек дейді. Жер бетіндегі ұзындығы бар, енді картаның масштабын табу керек. Жер бетіндегі ұзындығын жаңа қатынаспен ал деді, онда жер бетіндегі ұзындығы 420 километр дейді. Километр. Масштабты табу үшін екеуін бөлетіміз. Яғни картаның қашықтығын жер бетіндегі нақты ара қашықтыққа бөлеміз. Бөлген кезде қарайтынымыз біреу сантиметр, екіншісі километр, яғни екі түрлі бірлік. Кіші бірлікке тимейміз, 3,5 ол тұра берсін. Ал километрді біз сантиметрге айландырамыз. Ол үшін 420-ның өзін жазам. Ары қарай метр, 1 километр ол 1000 метр. Сондықтан метр үшін 3,0 берем. Ары қарай 1 метр ол 100 сантиметр, мына 7 сантиметр. Сондықтан 2,0 берем. Міне, осылай метр үшін сантиметр үшін 0 беріп алсақ, шатаспаймыз деп ойлаймын. Ары қарай біз енді қысқартулар жүргіземіз. Қарасақ үстінде ондық бөлшек тұр. Осы ондық бөлшектің үтірін жойып тастасақ, онда астына тағы да 1 0 береміз деген сөз. Содан кейін барып қысқартуға болады. 42 мен 35-ті қысқартып көрейін. Екеуде 7-ге қысқаратын сан, мұнда 6, мұнда 5 қалады. Кейін 6-нан 0-ді түсіріп 60 пен 5-ті қысқарсам, мұнда 12 қалады. Мұнда 1. Сонда үстінде 1, бөлімінде 12, ары қарай 6 0 бар. Яғни осы картадағы қашықтықпен жер бетінде қашықтық берілгендегі осы картаның масштабы 1-дің 12 миллионға қатынас екен. Ары қарай қатынаспен жазып қоямыз. 1-дің 12 миллионға қатынасындай масштаб екен, ол картаның масштабы. Орал қаласынан Атырауға дейінгі автомобиль жолының ұзындығы шамамен 510 километр дейді. Ал картаның масштабы 1-дің 3 миллионға қатынасындай берілген. Жаңағы Орал мен Атырауға дейінгі қашықтықтың картадағы кесіндідегі ұзындығын табу керек болып тұр. Яғни біз бірінші берілген масштабты жазамыз. 1-дің 3 миллионға қатынасы деп берілген. Біз осыны жай бөлшек арқылы қатынаспен жазып алдық. Енді сызамыз, қараймыз. Не істеуші едік? Масштаб деген карта бетіндегі қашықтықты жер бетіндегі қашықтыққа бөлгеннен шығатын. Онда 1 дегеніміз кіші бірлік, ол картаныкін білдіріп тұр, алымы. Бөлімі жер бетіндегі қашықтықты білдіріп тұр. Сәйкесінше картаныкін картаға, жер бетінікін жер бетіне қою керекпіз. Бізде жер бетіндегі екі елді мекеннің ара қашықтығы 510 километр дейді. Ол жер бетіндегі. Онда біз бөліміне қоямыз. 510 километр. Бізге тап дейді, осы екі қаланың картадағы ара қашықтығының қанша сантиметр екен? 2 сантиметр. Осылай табу керекпіз. Енді міне бізде пропорция құрылды. Енді осыны арға есептеу керекпіз. Сонымен x-ті табу үшін x тең 510 километрді бөлем мен 3 миллионға
Осы жерде 510 ол километр болғандықтан мен бірден оны сантиметрге айландырып алайын. Онда метр үшін 3 нөл, арғай сантиметр үшін тағы да 2 нөл қосып берем. Міне енді сантиметрге айланғаннан кейін қысқарта беруіме болады. Сонымен мұнда 6 нөл, мұнда да 6 нөлмен кетіру керекпін. Мынау өзі 6 нөл екен, толығымен нөлдер, осы нөлдер. Мына нөлдермен кетеді. Ары қарай қалды 51-ді 3-ке бөлу. 51-ді 3-ке бөлсек, бөлінеді ол 1, мына жерде 17. Яғни x тең болады 17 сантиметр. Міне. Яғни Атырау мен Орал қалаларының карта бетіндегі арақашықтығы 17 сантиметр екен. Есеп айтады. Масштабы 1-дің 3 миллион 800 мыңға қатынасымен берілсе масштабы. Берілген Ерейментау Екібастұз қалаларының арасындағы темір жол торабының ұзындығы картада 4 сантиметр дейді. Картадағысы. Онда мен үстіне қоям. Өйткені ол картадағысы. Сантиметрмен берілген. Енді бізге сұрап тұр. Ерейментаудан Екібастұзға дейінгі темір жол торабының жер бетіндегі ұзындығы. Картада олардың арақашықтығы темір жолдың 4,4. Ал нақты жер бетіндегі арақашықтығы қанша дейді. Осы жерді табу керек. Және біз дайын пропорция құрып алдық. Міне масштаб 1-дің 3 миллион 800 мыңға қатынасымен деп берілді. Картадағы арақашықтық берілді. Біз білеміз, масштаб деген картадағы арақашықтықты жер бетіндегі арақашықтыққа бөлеміз. Сондықтан картадағыны үстіне жазамыз, алымына бөлімін x деп қоямыз. Сонымен енді x-ті табу керек. X тең көбейтеміз 4,4 көбейту 3 миллион 800 мың. Бөліміз 1. Енді 1-ге бөлу деген сөз 1-ді жазбай ақ қоямыз деген. Сонымен x тең 2,672. 1 нөл мына жердегі. Үтірмен 1 нөл кетіп қалады. Сонда қанша нөл бар? Ары қарай 4 нөл бар. 4 нөл. Бұл әлі сантиметр есебімен тұр. Осы сантиметр. Біз енді жер бетіндегі арақашықтық деген соң сантиметрді километрге айландыру керекпіз. Онда сантиметр үшін 2 нөл кетеді, метр үшін 3 орын жылжытамыз. Яғни 267,2 километр. Бағанағы Ерейментаудан Екібастұзға дейінгі темір жолдың жер бетіндегі арақашықтығы 267,2 километр. Қараймыз. Бір гүлзардың дейді периметрі қабырғасының ұзындығынан 18 сантиметр артық. Немесе айтады, қабырғасы периметрінен 18 сантиметр қысқа дейді. Аз. Енді айтады, осы гүлзарды дейді қағаз бетіне салу керек, және оның қағаз бетіндегі ауданын табу керек дейді. Ең бірінші мен бұл есепті бір-бірден басқыш-басқышпен сөйлеммен кету керек. Периметрі қабырғасынан 18 сантиметр артық, 18 метр артық деп аламыз. Ал периметр деген ол 4А. Периметр бізде 4А-ға тең. Қабырғасынан 4-еу бар. Содан бір аны азайтқанда 18 деген сөз. Онда 3А қалады осы жерде 18. Онда А тең болады 18-ді 3-ке бөлсек 6. Яғни бұл гүлзардың шындығында осы гүлзардың жер бетіндегі бір қабырғасының ұзындығы 6 метр екен. Енді бұл гүлзарды 6 метр қылып апарып дәптерге салу мүмкін емес қой. Соны белгілі бір масштабпен кішірейтіп салу керек. Ол масштаб берілген бізге 1-дің 200-ге қатынасындай дейді. Масштаб 1-дің 200-ге қатынасындай масштабпен дәптерге салу керекпіз. Жер бетіндегі қашықтық бізде 6 қабырғасының. Сондықтан 6 метрді мұнда қоям. Ал қағаз бетінде қанша метр қыламыз бір қабырғасын? Ол бізде белгісіз. Соны табу керек. Бұл екінші істейтін жұмысымыз. Сонымен x-ті табу үшін біз 6-ны бөлеміз 200-ге. Бірақ бұл жерде 6 метрмен, ал кітап бетіне ол сантиметрмен түседі. Сондықтан сантиметрге айландырамыз 2 нөл беріп. Сонда x тең болады 3 сантиметр.
Яғни кітап бетіне, дәптер бетіне бір қабырғасы 3 сантиметрлік шаршы сала алады екенбіз. Енді үшіншісі айтады, осы қағаз бетіне түскен шаршының ауданы тап дейді. Әуелгі аудан емес, әуелгі аудан ол 6 метр болса, 36 метр квадрат болады оның ауданы. Оны сұрап тұрған жоқ бізге. Дәптердегі салынған шаршының ауданы тап дейді. Онда үшінші істейтін жұмысымыз аудан S. Картадағы, немесе дәптердегі ауданы ол қабырғасының квадраты, А квадрат болады. Бізде қабырғасы 3 сантиметр, оның квадраты 9 сантиметр квадрат. Яғни аудан бізде 9 сантиметр квадрат екен.